Қалалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Әр жиында өзекті мәселелерді талқылайтын кеңес мүшелері бұл жолда пікірлерін ортаға салып, халық игілігіне жұмыстанып жатқандарын көрсетті. Күн тәртібінде мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмысқа орналасуы, тұрғын үй көмегі сынды мәселелер болды. Мәселен, мүгедектер үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес, мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту мақсатында арнайы қаулы бекітілмек. Қоғамдық кеңес мүшелері осал топтағылардың мемлекеттік мекемелерге ғана емес, ірі компанияларға қызметке орналасуын қадағалайтын болды. Азаматтар келеді бізге бұрынғы жиналып қалған қаржыны төлеуге деп. Бізде ол бұрынғы жиналып қалған қаржыға қаражат бөлінбегесін оны төлей алмаймыз. Сол үшін құжатты тапсырған күннен бастап деп сол өзгерісті енгізгіміз келіп отыр. Жиналыста көп пәтерлі тұрғын үйлердің мүлік меншік иелері бірлестігіне өту жайы сөз болды. Былтыр осындай 25 бірлестік құрылған. Осы бағытта түсіндіру жұмыстары үздіксіз жүргізіліп келсе де, әлі де білмейтіндер бар. 30 жыл бойы мына КСК халықтың діңкесін құрды. Айқай шу, мен бұрында да сізге мәслихатта жиында айттым ғой. Оның бұрын телпек киіп жүреді, оған бөліп кигізіндер болды, айырмашылығы сол. Ал қалай сайладыңдар? Мен қатысқан жоқпын мысалы. Маған ешкім келген жоқ, менің ешкім долбырып отырған жоқ. Мен осы азаматтардың ішінде мына көп пәтерлі үйде тұратын адамның біреуі менмін мысалы. Ал енді осы ана ұстаптарында не жазылған? Мыналардың деятельность не жатыр мысалы жасайтын бұлар? Түк жұмыс жасамайды. Пәтер иелері кооперативінен мүлік меншік иелері бірлестігіне өтудің тиімді тұсы мынада. Әрбір көп қабатты үйде бір бірлестік құрылып, жиналған қаражат тек сол үйдің шығындарына жұмсалады. Тұрғындар бір төраға сайлап, қызмет көрсетуші мекемелерді өздері таңдай алады. Ол үшін ең төменгі тариф белгіленіпті. Барлығы тұрғындардың өз қолында болғандықтан ашық түрде жүргізіледі дейді жауаптылар. КСК болғанда, мысалы, пәтер иелері кооперативі ЖПИК деген бұл жеке пәтерлі кооперативі. Олар деген 10 үй, 15 үйді алып, соның қаражаттарын ортаққа салып, әрқайсының өзін білгенін істеп отырды. Мына жердің тиімділігі, енді сіздер енді сауатты көздеріңізді ашық азаматсыздар, бұл жерде әр үйдің қаражаты өз үйіне кетеді. Жиында сонымен қатар мүжәлсіз отбасыларға көрсетілетін тұрғын үй көмегі шешіміне өзгерту енгізу ұсынылды. Коммуналдық шығындарды өтеуге бағытталған көмек сұраныс берушінің арызданған күнінен бастап есептеліп, соған сай мекемелерге қаражат аударылатын болады. Жиында осы және өзге де тақырыптар қаралып, ортақ шешім ұсынылды. Сондай-ақ қоғамдық кеңестің биылғы жұмыс жоспары да талқыланды. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Қаршыға Байтөре, Ақтау Ньюс.